Жатыр анатомиясы жатыр утерус. Кіші жамбас қуысының ортаңғы бөлігінде қуық пен тікшектің арасында орналасатын бұлшықетті қуысты мүше болып табылады. Сыртқа пішіні жағынан алмұрт тәріздес болып келеді және алдан артқа қарай жазықтау болады. Оның біз түбін ажыратамыз: фундус утерус, денесін ажыратамыз: корпус утерус, және де мойнын ажыратамыз. Оны сервикс утерус деп атаймыз. Бірінші түбі фундус утерус. Жатырдың жоғарғы шығыңқы бөлігі төменнен жатыр денесіне корпус утерусқа жалғасады. Жатыр денесі корпус утерус бұл мүшенің ортаңғы үлкен бөлігі, сыртқы пішіні жағынан конус тәріздес болып келеді. Келесі жатыр мойны сервикс утери, жатыр денесінің тікелей жалғасы болып келеді. Денесінің мойнына өткен жерін оның қылтасы деп атаймыз, яғни исмус утери. Жатыр мойнының төменгі бөлігі қынаптың ішіне кіріп орналасқандықтан ол бөлігі бізде аталады порция вагиналис деп аталады. Қынаптық бөлігі және де одан жоғарырақ орналасатын қынап үсті бөлігін порция суправагиналисті ажырататын болады. Жатыр мойнының қынаптық бөлігінде, яғни жатыр тесігі болады. Бұл жатыр тесігін остеум утери деп атайды. Ол әрі қарай тесік қынаптан жатыр өзегінің мойнының өзегіне, яғни мына жерде каналы болады, вот соған жалғасады және оның тесігіне жалғасады. Бұл тесік негізінен мына жерде орналасатын тесік тумаған әйелдерде дөңгелек немесе сопақша пішіндес, ал көп босанған әйелдерде жаңағы көлденең саңылау пішіндес болып орналасады. Енді жатырдың тесігі остеум утери алдыңғы және де артқы еріндерден тұрады. Енді мына жерде ол көрсетілмеген. Жатырдың алдыңғы және де артқы беттері ажыратылады. Жатырдың алдыңғы беті, мінекей мынау жатыр. Бұл жатырдың марго декстер және марго синистер. Жатырдың көлемі мен салмағы жас ерекшелікке байланысты әртүрлі болып келеді. Ұзындығы шамамен 7-8 сантиметр, көлденеңі 4 сантиметр, қалыңдығы 2-3 сантиметр болады. Тумаған әйелдерде 40-50 грамм салмағы, ал көп босанған әйелдерде 80-90 граммға дейін жететін болады. Енді біз жатырдың құрылысына келетін болсақ, топографиясына әлі тоқталамыз. Жатырдың қабырғасы негізінен 3 қабырғадан тұратын болады. Бірінші қабырғасы оның шырышты қабаты, туника мукоза, немесе оны эндометриум деп атаймыз. Эндометрий. Шырышты қабықтың ішкі беті жылтыр болып келеді, тегіс болып келеді, және де қалыңдығы 3 мм болып келеді. Жатырдың бұл шырышты қабатында, яғни пальма тәрізді қатпарлар плика пальматтай орналасатын болады. Сонымен қатар мына жатырдың эндометрий қабатында көптеген қантамырлар орналасады. Бұл қантамырлар, яғни мына етекір циклы кезінде жарылып, мына жатыр қуысы қабырғасына қан түсіретін болады. Және де шырышты қабықтың терең қабаттары бұл түтік тәрізді қарапайым бездерге бай болып келеді. Келесі жатырдың бұл бұлшықетті қабаты, бұл бұлшықетті қабатын миометриум деп атаймыз. Миометрий өзі негізінен жақсы дамыған 3 қабаттан тұратын болады. Оның ішкі қабаты және де сыртқы қабаты бойлық болып келеді, ал ортаңғы қабаты бұл циркулярлық қабаттан тұратын болады. Ортаңғы қабатта да көбінесе қан және де лимфа тамырлары көптеп орналасатын болады. Келесі көптеп орналасатын болады, особенно ол ортаңғы қабатта жақсы орналасады. Вот сол үшін де мына ортаңғы дөңгелек циркулярлы қабатын, яғни тамырлы қабат стратум васкуляри деп те атайды. Ең сыртқы қабатын бізде жатырдың сірлі қабығы немесе туника сероза деп атайды, немесе оны периметриум деп атайды. Жатырды жабатын іш астар қабаты болып келеді. Енді сірлі асты негізі жатырдың осы бүйір қабырғасы және де мойынның аймағында ғана бар екен. Және де жатыр іш астармен, яғни мезоперитониальды жабылатын болады.
Келесі енді жатырдың топографиясына келетін болсақ, жалпы жатыр кіші жанбасастау қуысында орны қозғалмалы болуымен көршілес мүшелердің жағдайына байланысты әртүрлі орналасатын болады. Жалпы жатыр түбі фундус утери алға қарай бағытталып орналасады. Жалпы нормада осы жатыр түбінің алға қарай бағытталып орналасуын антеверсио деп атаймыз. Немесе жатыр денесі сәл былай қуық босағанда еңкейеді де, себебі мына қуықпен өздеріңіз білетіндей тығыз байланысты ғой. Осы мына қуық босап тұрса, мына денесі сәл былай еңкейеді. Вот соны бізде антефлексио, яғни бұрыш құрақ орналасуына антефлексио деп атаймыз. Немесе также бізде мынау қуық толғанда, ол наоборот, яғни мына несі түбі наоборот артқа қарай бағытталып орналасуы мүмкін, оны ретроверсия, және де также денесі бұрышқырап артқа қарай орналасуы мүмкін, оны ретрофлексия деп атаймыз. Жалпы іш жастармен іш жағымен мезоперитониальды жабылған деп айтамыз. Сонымен қатар ол екі түрлі ұңғылдан тұратын болады. Бірінші ұңғылы бұл весика уринария мен жатырдың арасында түзілетін болады. Оны бізде экскавация весика утерина, қуық жатыр ұңғылы деп атаймыз. Келесі ұңғылы бұл мына жатыр мен тікшектің арасында болатын ұңғыл болып табылады. Ол ұңғылды біз экскавация ректа утерина деп атаймыз. Немесе оны артқы Дуглас ұңғылы деп атайды. Яғни мына жатырдың қынаптың, яғни мына жоғары бөлігіне арнайы зондты тығу арқылы осы жерде, яғни іріңді заттың жиналып қалмады ма деп тексеруге болады жалпы. Келесі енді жатырдың байламдарына тоқтала кететін болсақ, жалпы жатырдың өзіндік жеке байламдары бар. Соның ішіндегі бірінші байламы лигаментум лате утери, яғни жатырдың жалпақ байламы. Жастардың алдыңғы және артқы табақтарынан құралған, құрылысы бойынша жатырдың шажырқайы, яғни мезометриум болып табылады. Оң және сол жатырдың жалпақ байламдары кіші жанбасастаудың бүйір қабырғасына қарай бағытталатын болады, және осы жерден жастардың париетальды табағына жалғасады. Жалпақ байламның жатыр түтігіне жалғасқан жерін біз мезосальпингс, яғни жатыр түтігінің шажырқайы деп атаймыз. Келесі жатырдың енді біз жұмыр байламы, ол жұмыр байламы мінеки мынау лигаментум террес утери деп атаймыз. Бұл лигаментум террес утери сыртқы пішіні жағынан дөңгелек пішінді, яғни мына кесіндісін былай қарайтын болсақ, құрамында бұлшықеттік талшықтар бар, фиброзды жіп, қалыңдығы 3-5 мм болып келеді. Жұмыр байлам жатырдың алдыңғы бүйір бетінен бастау алатын болады, және де жалпақ байлам табақтарының аралығында орналасып, төмен және де алдына қарай бағытталып, шап өзегінің терең сақинасына бағытталады. Өз кезегінде, яғни ол мезовариум, яғни мына жатырдың аналық безінің өзінің жеке шажырқайымен өзара беттесіп, шектесіп орналасатын болады. Сонымен қатар жатыр мойнының айналасында мына особенно мына бүйір бөліктерінде оның қоймалжың жатыр маңындағы шелмайы болады, параметриум. Параметриумды көп студенттер мына жатырдың ең сыртқы қабаты, яғни периметруммен шатастырып алады. Параметрий и периметрийді шатастырмау керек. Сонымен қатар тағы да кардинальды байлам бар. Бұл кардинальды байлам мына жатырды жанбасастау қуыстарына жаңағы бекітіп ұстап тұрушы қызмет атқаратын болады. Назар қойып тыңдағандарыңыз үшін рахмет.